Саламатсыздарбы, құрметті аудан тұрғындары, әлеуметтік желі пайдаланушылар және бұқаралық ақпарат құралдары. Мен Еңсебек Қадырхан Төлемісұлы. Осы санитарлық эпидемиологиялық ахуалға байланысты осы ашық жобасы бойынша түсіндіріп кеткім келіп отыр кеңінен. Санитарлық эпидемиологиялық ахуалға байланысты кәсіпкерлік нысандар өз жұмыстарын тоқтап, нарық заманына сәйкес көптеген кәсіпкерлерге қиыншылық тудырған еді. Қазіргі таңда еліміз бойынша барлық кәсіпкерлік нысандар, басқа да нысандар осы коронавирустың жұғуының алдын алу мақсатында осы ашық жобасы іске асырылып, өз жұмысын жасап келеді. Ауданымызға тоқталар болсақ, қазіргі таңда 310 нысан ашық жобасын пайдаланып жұмыс жасап келе жатыр. Оның ішінде айта кетсек, 250-ге жуық кәсіпкерлік нысандар. Енді Қазақстан Республикасының бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің номер 33-ші қаулысына сәйкес 29 шілдеде шыққан барлық нысандар, оның ішінде 33 түрлі нысандар белгіленген. Асханалар, қоғамдық тамақтану орталықтары, базарлар, боулингтер, кинотеатрлар, басқа да түрлі нысандар ол ашық жобасын пайдалануға болады, және ерікті түрде ашық жобасына өз мүмкіндіктеріне қарай бұл жерде пайдалануға болады. Осы ауданымызда да ерікті түрде пайдаланып, осы жобаға қосылып жатқандар бар, көп деп айтуға болады. Мысалы, ашық жобасының бір тиімділігі әр нысанға, мысалы кәсіпкерлік нысан болсын, басқа да әлеуметтік нысандар болсын, осы ковидтің жаңағыдай жұқтырмаудың алдын алу болып табылады. Мысалы, бұл жерде штрих-код беріледі, әр нысанға кірер аузында штрих-код берілсе, мысалы сол нысанға кіруші адам, тұтынушы, немесе кіруші адам приложение арқылы, ашық жобасының приложениесі бар, Каспий Голд, Каспий және Народный банк, әр банктың өзінің приложениелері арқылы осы ашық жобасына кіру арқылы өзінің несінің статусын анықтайды. Бұл жерде 4 статусы бар: жасыл, сары, қызыл, көк болып статусы. Яғни жасыл мен көк статусы бар адамдар ешқандай кедергісіз сол нысанға кіре алады. Ал бұл жерде сары мен қызыл статусы бар адамдар ешқандай сол нысанға кіруге мүмкіндігі жоқ. Яғни сол нысанның басшысы немесе жауапты қызметкері санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасына айтуға, жеткізуге, мәлімдеуге міндетті. Яғни бұл жерде тоқталып өтсек, қызыл статусы деп отқанымыз осы ковидпен ауырған адамдар ол есептеледі, ал сары статустағы адамдар ол ковидпен ауырған адамдармен контакты болған. Ал көк статуста ешқандай ауырмаған, бірақ ПЦР тест алмаған. Ал жасыл статустағы адамдар ПЦР тест алған және ауырмаған болып табылады. Бұл жерде ең ашық жобасының ең тиімділігі барлық ПЦР тест алғандар және барлық ауырғандар ЖСН-дер арқылы координация жасалатын базаға жасақталады осы ашық жобасы арқылы. Қай адамның статусы қандай екен, сол кезде ол әргі нысанның басшысы өзінің қызметкерлерін және тұтынушыларын халық арасында бұл аурудың кең тарамауын алдын алу болып табылады. Өте тиімді. Ол жобаға қатысу үшін бұрын барлық құжаттарын әкелу керек болатын болса, 10 шақты құжаттар. Қазіргі таңда өте жеңілдетілді. Сол нысанның және кәсіпкерлік нысанның болсын, әлеуметтік нысандар, басқа мекемеде болсын, еріктілер түрінде кіргісі келетін кәсіпорындар болсын, сол мекеменің басшысы сосын электронды цифрлық қолтаңбасымен келсе жеткілікті, ешқандай кедергі жоқ. 50 адамға дейінгі тамақтану орындары осы санитарлық эпидемиологиялық бақылау басқармасы арқылы қорытындалу керек. Ал 50 адамға дейінгілер ешқандай ел лицензиясы платформасы арқылы хабарлама алса жеткілікті. Ол біз бәрі электронды түрде іске асырылады.
қазіргі таңда ауданымызда айтып өткендей 310-ға жуық нысан осы ашық жобасымен жүргізілуде. Енді ашық жобасының тағы да тиімділігі қазір ашық жобасын пайдаланып жатқан кәсіпкерлік нысан болсын, басқа да нысандар сағат қызыл аймақта, жасыл аймақта, сары аймақтағылардың барлығы сағат 2-ге дейін, сағат 10-нан 2-ге дейін жұмыс жасау режимі кең көлемде көрсетіледі. Ал бұл ашық жобасын пайдаланбайтындар облыстық санитарлық эпидемиологиялық басқармасының 17, 18, 19 қаулысына сәйкес сағат 8-ге дейін ғана жұмыс жасай алады. Бұл жерде ашық жобасымен жұмыс жасағандар өзінің жұмыс жасау режимінің кеңейтілетінін түсінігі болады. Және қосымша айтып өткен жөн болады. Мысалы, нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы аясында бастау бизнес жобасы іске асырылып жатыр ауданымызда. Осы бастау бизнес оқу курсын бітіргендер, биылғы бітіргендер немесе бұған дейінгі бітіргендер аудан көлемінде 3 жылға жарайды сертификаты. Сол сертификаттардың арқылы төмендетілген 6% несие алуға мүмкіндігі бар. Ауыл шаруашылық қаржылай қолдау қоры, өңірлік инвестициялық орталық және де басқа да қазалы несие серіктестігі енді биылдан бастап Атамекен микроқаржы ұйымы құрылып, өз деңгейінде жұмыс жасап бастап жатыр. Облысымызға 1 миллиардты қаржы қаралып, осы біздің аудандық кәсіпкерлер палатасының кеңесшілері осы бағытта несие алушыларды қабылдап, өзі несие беруге мүмкіндіктер қарастырып жұмыс жасауда. Соған осы бастау бизнес оқу курсын бітіргендерді осы несие алуға мүмкіндігі бар тұлғаларды өзі кәсіпкерлер палатасына жолуға шақырамыз. Несие міндетті түрде кепілдемесімен болады, кепілзат қою арқылы. Сосын 6%-бен жеңілдетілген несие негізі 5 жыл, әлде мал бағытына болса 7 жылға дейін алуға мүмкіндігі бар.